Сен түсінбедің ба сонда? Не квартираның ақшасын төлемейсің, не светтің ақшасын төлемейсің, не судың ақшасын төлемейсің. Шығасың бүгін. Қазір бүкіл заттарың жина да құры мына жерден. Жоқ, сен түсінбеймін. Бір тиіп атқан пайдаң жоқ. Бір продукты да алып келмейсің үйге. Біздің қарнымыз аш. Сен аздан кешке шейін осы жерде жүресің. Не жұмыс істемейсің, не пенсия алмайсың, не оқымайсың, не армияға барып қайтпайсың. Ақшаңды төле или құры мына жерден. Сен өзінше жарсың, еще потолокқа шейін шығып алыпсың. Төле давай или құры. Мынау бәле уже тұрып атқанында уже бір айдан асты уже. Вообще ақшасын төлемейді. Жоқ, не істеуге болады мынаған? Айтыңыздаршы. Не істеуге болады мұндайда? Ақшасын төлемейді квартираның. Біз төлеміз, бұл жатады екен потолокта рахаттан. Міне, жаттап алыңыздар. Егер осы квартираларыңызға келсе, құртыңыздар бұндайлардың көзін, вообще кіргізбеңіздер.